Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный сырки дайындайтын боламыз. Творожок, сырок деп те аталынады. Блендерсіз 5 минутта дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, алдағы жаңа видео рецептерді көріп отыру үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ең алдымен ыдысымызға творогымызды, қант ұнтағымызды және кокосовый ұнтақ бөлме температурасындағы сары майды салып, барлығын жақсылап, араластырып, лопатканың көмегімен біркелкі етіп, езіп, дайындап аламыз. Бұл жердегі кокос ұнтағын қоспасаңыздар да болады. Ал енді ковриктің үстіне немесе кондитерлік қағазыңызды төсеп, құрттың көлемінде шамасында қолымызбен алып, осындай икемдеп, жеңіл қозғалыстармен осындай формаға келтіріп алатын боламыз. Немесе кондитерлік мешокқа салып та жасап алуларыңызға болады, немесе арнайы қалыптарға, түрлі қалыптарға да салып дайындап алуға болады. Барлығын осылай дайындап алатын боламыз. Дайын болған уақытта бетіне пищевой пленка немесе басқа да пленканы жауып, морозильникке кішкене қатқанша 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Морозильниктен шығарып алдық. Енді шоколадымызды ерітіп осылай дайындап алдық. Толық рецепті видеоның астына описание бөліміне қалдырамын. Шоколадымызды ерітіп, үстіне май қосып, және де қуырылған орехтарды қосып, жақсылап араластырып дайындап алдық. Енді зубочистканы творожоктарға қадап, шоколадты глазурымызға батырып алатын боламыз. Пышақтың көмегімен осылай зубочистканы ақырындап суырып алатын боламыз. Және орнына кішкене шоколадты жағып, зубочистканың орнын білдірмей қоямыз. Барлығын осылай кезекпе-кезек дайындап аламыз. Достар, дайын болды. Өте дәмді және жылдам, үй жағдайында блендерсіз де осылай жылдам дайындауға болады. Балаларға да, үлкен кісілерге де өте қатты ұнары сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Тамағым ауырып тұр еді, даусым дұрыс шықпаған болса кешірім сұраймын. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.